Адамның бас миының ең кішкентай бөлігі бас миының өзегі. Ол жерде қарашықтың тарылуы сияқты көру рефлекстерінің орталықтары, дыбыс шыққан жаққа қарай бастың еріксіз бұрылуы үшін жауап беретін есту орталығы сияқты орталықтар орналасқан. Сопақша мида тыныс алуды, жүрек бұлшық еттерінің жиырылуын, асқазан перистальтикасының жиырылуын және артериялық қысымды реттейтін орталықтар орналасқан. Сопақша мида жұту, түшкіру және жөтелу сияқты еріксіз іс-қимылдарының орталықтары бар. Сопақша мидағы пирамидалар қиылысы деген атаумен белгілі жерде талшықтардың көпшілік бөлігі дененің кері жағына барады. Мәселен, бас миының сол бөлігі дененің оң жағын бақылайды, ал бас миының оң жағы дененің сол жағын бақылайды.